PSG Реалдан қалай болғанда да кек алуды қалайды. Олардың не ойлағаны бар? Флориан Виртс әзірге Байерден ешқайда кетпейтін тәрізді. Ханс-Дитер Флик Барсаны ұзақ жылдар бойы жаттықтыра алмайтынын айтты. Осы және өзге де қызыққа толы жаңалықтар біздің бүгінгі шығарылымда. Жаңадан тіркелгендерге, сондай-ақ бұрыннан бергі жазылушыларымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Қазақ тілді футбол арнасына көмек көрсету мақсатында арнамызға жазуды және бейнероликке лайк басуларыңызды сұраймыз. Қоңырау түймешесін қосып қоюды да ұмытпаңыздар. Ендеше бастаймыз. Словакиялық қорғаушы Милан Шкриньяр, сондай-ақ француздық шабуылшы Рандаль Коло Муани екеуі PSG-ның сапынан кетуге жақын. Осы жөнінде тілші инсайдер Фабрицио Романо мәлімдеуде. Ақпараттарға сүйенсек, мұндай шешімді Парижді клубтың бас жаттықтырушысы Луис Энрикенің жеке өзі қабылдаған. Осылайша аталған қос ойыншы алдағы қаңтар айындағы трансферлік терезе кезінде французды команданың сапынан кетеді деп жоспарлануда. Еске сала кетсек, PSG Коло Муаниді 2023 жылы Айнтрахт командасынан бақандай 95 миллион еуроға сатып алған болатын. Ал Шкриньяр болса дәл сол жылдың жазында Парижді командаға су тегінге еркін агент ретінде ауысты. Сол күйі бұл аталған футболшылар PSG-ның сапында өздерін жөндеп көрсете алмады. Мансабын аяқтаған әйгілі шабуылшы Златан Ибрагимович футболдан қазіргі таңдағы деңгейі жайында сөз қозғады. Бұл көп жағдайда жаттықтырушыларға байланысты нәрсе. Бапкерлердің көбісі өз философиясы мен ойын стилін ойлап тауып, мықты ойыншылардың маңызы қалмай қалатын кездер болады. Өйткені барлығы бір жүйеге құрамдас бөлік болып бағынуы керек болады. Әрине бапкердің философиясы ойыншыларды басқару үшін маңызды керек нәрсе. Дегенмен мен мықты ойыншыны командадағы ең маңызды нәрсе деп есептеймін. Себебі ол алаңға шығып, айырмашылық жасайды. Десе де жалпылай айтқанда футбол эш бастырарлық болып бара жатыр деп ойламаймын. Қайта керісінше дамып жатқаны байқалады. Жай ғана ақылды күйде қалып, жаңа өзгерістерден жалтармау қажет, деп жеткізген екен бұрынғы швециялық шабуылшы. Ал сіздер Златанның айтқандарымен келісесіздер ме? Сонымен қатар футболдан қазіргі деңгейі жайында не айтасыздар? Пікірге өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Ағымдағы маусымда Хосе Гвардиола тізгіндеген Манчестер Сити ұжымы өте сәтсіз ауыр кезеңді әлі де бастан өткізіп жүр. Және осыған байланысты ағылшындықтар алдағы уақытта құрамдарында біраз өзгерістер жасау жағын қарастыруда. El Nacional баспасының мәліметіне сәйкес, Ситилік клуб алдағы қаңтар айындағы трансферлік терезеде кем дегенде өздеріндегі 4 футболшыны сатып жіберуге әзір. Солардың арасында жартылай шабуылшы Джек Грилиш, жартылай қорғаушылар Матеус Нуньес және Джеймс Маккейти. Сонымен қатар қорғаушы Кайл Уокер, міне осы аталған футболшылар бар. Деректерге сүйенсек, жоғарыда аталған ойыншылардың деңгейлеріне Хосе Гвардиоланың көңілі мүлдем толмауда. АПЛ-дің қазіргі турнирлік кестесінде Манчестер Сити әзірге 27 ұпаймен 5-ші орында келеді. Ал олардың Чемпиондар лигасындағы жағдайлары тіптен нашар. Бар болғаны 8 ұпайды еншілеген ситиліктер жалпы турнирлік сатыда бақандай 22-ші орында келеді. Немістік бас жаттықтырушы Ханс-Дитер Фликтің қоластында Барселона бұл маусымда керемет ойынмен тамаша қарқында бастады. Және осыған байланысты Каталондағы ұжымның жанкүйерлері аталған бапкердің ұзақ жылдар бойы Барселонада бапкер болып қала бергенін қалайды. Дегенмен Фликтің айтуы бойынша дәл Гвардиола секілді бір команданы 9 жылдан артық уақыт бойы басқаруы мүмкін емес. Бір клубта 10 жыл бойы жұмыс істеу, мен болашақта алдын алып айта алмаймын. Алда не болатынын көрерміз. Дегенмен бұл жерде дәл олай тым көп уақыт бола аламын деп ойламаймын. Менің 4 немерем бар, және уақытымды олармен бірге көбірек өткіземін деген үміттемін. Иә, футбол маңызды, бірақ та өмір ол жұмыстан да үлкен. 10 жылдан соң мен Эль Классикоға қандай тактика құрам деп бас ауыртып емес, бәлкім ол уақытта отбасымен бірге көңілді уақыт өткізіп жататын шығармын, деп жеткізген екен Ханси Флик. Айтып өтсек, неміс маманы Каталондағы ұжымды өткен жазда тізгіндеген болатын. Немістік жартылай шабуылшы Флориан Виртс Байер клубымен келісім шартын ұзартуға жақын, осы жайында Кикер баспасы хабарлауда. Ақпараттарға сүйенсек, тараптар арасындағы жаңа контракт 2027 жылдың жазына дейін жарамды болмақ. Және бұл жаңа келісім арқылы футболшының клуб сапындағы жалақысы жылына 10 миллион еуроны құрап, және ол Байер командасындағы ең көп жалақы алатын ойыншы атанады деп күтілуде.
Осылайша клубпен келісім шартын ұзартқаннан кейін Реал мен Бавария клубтарына Флориан Виртсті өз қатарларына қосып алу одан сайын қиындай түспек. Аталған ойыншыны алу үшін 150 миллион еуро көлеміндегі қаржыны жұмсауға тура келетін болады. Ал Реал мен Бавария ондай соманы төлеуге әзір емес. Виртс Байердің сапында 2020 жылдан бері өнер көрсетуде. Ағымдағы маусымда 24 ойынға қатысқан жартылай шабуылшы 11 гол мен 5 нәтижелі пасты еншілеген. Бәріміз білетіндей, қысқы трансферлік терезе жақындап келеді және жақын арада клуб жаттықтырушылары өз командаларында қай ойыншыларды қалдырып, кімдермен қош айтысу керек болатыны жайында шешім қабылдайды. Барселонаның бас жаттықтырушысы Ханс Дитер Флик, шабуылшы Ансу Фати, сондай қорғаушы Эрик Гарсия осы аталған екі ойыншыға сенім артпайды. Осы жайында спорт басылымы хабарлауда. Ақпараттар бойынша аталған неміс бапкері бұл екі футболшыға ойындарға өте аз қатысатындарын, сондай өздеріне басқа жаңа команда іздей бергендері дұрыс болатынын жеткізген. Осылайша Барса осы қыста Фати мен Гарсияны сатып жіберуге дайын. Ансу Фатидің каталондық ұжыммен қазіргі келісім шарты 2027 жылдың жазына дейін жарамды. Ал Эрик Гарсияның келісімі болса 2026 жылға дейін негізделген. Интер Майамидің шабуылшысы Лионель Месси барлық мансабы бойы қай ойыншының өзін ең көп ашуландырғанын айтып жеткізді. Алтын доптың 8 дүркін жеңімпазы Серхио Рамосты бұрында қатты жек көргенін жасырмады. Рамос екеуміздің арамызда қанша қақтығыс пен ерегістер болды десеңіздерші, ол мені ең көп ашуландырған ойыншы. Кейін біз бір команданың сапында әріптес болдық, бірақ та оған дейін біз Эль Классиколарда бір-бірімізге қатты бәсекелес болдық. Барса мен Реал арасындағы ол ойындар тым қатты шиеленіске толы болатын, деген екен аргентиналық ойыншы Give Me Sport баспасына жеткізген сұхбатында. Еске салсақ, Серхио Рамос пен Лео Месси екеуі PSG-ның сапында 2 маусым бойы бірге өнер көрсетті. Жұлдызды шабуылшы Килиан Мбаппенің PSG сапынан кету процесі өте қиын әрі ұзақ болып, тіпті соңы үлкен даумен ұласқаны баршамызға мәлім. Париждіктер Мбаппені ешқайда жібергілері келмей, соңына дейін тырысып бақты. Алайда сонда да өткен жазда шабуылшы Реалға еркін агент ретінде су тегінге ауысты. Реливо баспасының ақпараты бойынша PSG ұжымындағылар бұны бір сәтке де естеріне шығарған емес. Және клуб басшысы Нассер Аль-Хелайфи Реалдан қалайда кек алуды қалайды. Деректерге сүйенсек, француздық ұжымның көздеп отырғандары ол әрине бразилиялық вингер Винисиус Джуниор. PSG клубындағылар бұл ойыншыны өз қатарларына қосып алу үшін кез келген әрекетке баруға дайын екендіктері айтылуда. Алайда қанша дегенмен париждіктерге Виниді алу өте қиынға соғатыны айтпасақ та түсінікті. Біріншіден, Реал оны оңайшылықпен ешқайда жібермейді. Ал екіншіден, сатқылары келген күннің өзінде Винисиусқа PSG-дан да көп ақшаны аямай төлеуге дайын Сауд арабиялықтар бар. Сонымен қоса Винисиустың өзге PSG бельгиялық қақпашы Тибо Куртуаға да қызығушылық танытуда. Defensa Central баспасының ақпараты бойынша француздар әлемдегі ең үздік қақпашылардан бірін алу үшін ірі көлемдегі қаржыны төлеуге дайын. Дегенмен голкипердің жеке өзіне келетін болсақ, оның әзірге ешқандай да Реалдан кетемін деген ойы жоқ. Бүгінгі сіздерге хабарлап жеткізген футбол жаңалықтарымыз осымен соңына келіп жетті. Лайк басып арнаға тіркеліп, қолдау танытуларыңыз біз үшін өте маңызды. Келесіде кездескенше аман болыңыздар.